Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керегі 4 жұмыртқа, жарты қасық сода және шым-шым тұз керек болады. Барлығын видеодағыдай араластырып аламыз. Және қажет мөлшерде 350 және 500 грамм ұн керек болады. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, жеке-жеке жұқа етіп жайып шығамыз. Дайын болған қамырымызды осылай 5-10 минутқа қоямыз және видеодағыдай кесіп алып дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды видеодағыдай кесіп дайындап аламыз. Чак-чактың сиропын дайындайтын боламыз. Оған бізге керек заттар: 100 мл су, 200 грамм қант, 200 грамм бал керек. Суды ыстықтай қайнатып алғаннан кейін қант пен балды араластырып, ыстықтай қылып сироп дайындаймыз. Және дайын болған чак-чакқа осылай сиропты құямыз. Сироп ыстық болғаннан кейін қасықпен дұрыстап араластырып аламыз. Керек жағдайда өздеріңізге керек начинка салсаңыздар болады. Мен осы жолы мейіз салдым. Чак-чакты жақсылап араластырып болғаннан кейін арнайы ыдыстарға салып, холодильникке салып қойсаңыздар болады. Ас болсын.